достар, мен сіздерге үй жағдайында балмұздақ жасауды көрсететін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін 33 және 34% 500 грамм сливки қажет және 400 грамм сгущенка қажет болып табылады. Тек қана осы екі ингредиенттен жасайтын боламыз. Бірінші сливкиді 3-4 минутта миксерлеп аламыз. Сосын үстіне сгущенкамыз 400 граммды қосатын боламыз. Екеуін араластырып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Яғни қоюланғанға дейін. Өте қатты қоюлатпаймыз, кішкене қоюланғанға дейін жасайтын боламыз. Миксерлегенде өте жайынан бастап қатты деңгейге дейін қойып, күшін миксерлейтін боламыз. Үй жағдайында осылай жасап жесеңіздер болады. Дәмі өте керемет шығады. Жасап болғаннан кейін оны морозильникте міндетті түрде 4-5 сағатқа қалдырамыз. Содан кейін дәмін көрсеңіздер болады. Міне дәл осылай қоюланғанға дейін миксерлейтін боламыз. Осылай мен 2 ыдысқа құйдым. Морозильникте 4-5 сағатқа қалдыратын боламыз. Өте керемет мороженое шықты.